Маған ол кезде 10 жас аралығында болды. Және біздің үйге біреу кіріп кете ме деп мен қорқатынмын. Мен жай ғана қорқып жүрмедім. Мен бөлмеде өзімді алыс қалуға қорқатынмын. Жаздың бір күнінде мен ұйықтауға тырыстым. Бірақ төбеден бір дыбысты естідім. Мен сол кезде қатты шошып кеттім. Сосын мен соңғы күндері бөлмем ысып жүргенін байқадым. Бұл күдікті болды. Себебі біз жақында ғана желдеткіш құбырын орнатып едік. Мен әкемді тексертіп шығу үшін шақырдым. Ол желдеткіш құбырын ашып, құралдар алуға кетті. Содан кейін мен мүмкін болатын ең қорқынышты бейнені көрдім. Желдеткіштің ішінде төбеде әкем екеумізге арық еркек қарап тұрды. Мен оны байқамағандай қатып қалдым. Сосын әкеме қарадым. Сосын менің 10 жасарлық ойыма әкеммен үйден қашып кету ойы келді. Бірақ мен ойландым. Себебі бұл мақұлықпен өз мысығымды қалдыруға қорықтым. Мен қағаз бен қалам алып, өзімнің қисық жазуымен желдеткіште құбырында адам бар деп әкеме жаздым. Әкем бірден оқи алмады, және бұл не үшін деді. Және сол кезде төбеден бір шуды естідік. Әкем мені түсінді, себебі ол мен қолымнан ұстап полицияға хабарлады. Бәрі жақсы өткенмен, ол еркек бізді 3 күн бойы аңдыған екен.